Қайырлы күн барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін ағзамызға өте пайдалы қанасыздыққа қарсы салат дайындайтын боламыз. Ешқандай майонез қоспаймыз. Өте пайдалы салат болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Ең алдымен бізге піскен қызылша керек болады. Қызылшамызды суға пісіріп, жақсылап салқындатып аламыз. Барлық қызылшаларды теркіден өткізіп аламыз. Қызылшаны білесіздер, дәрумендерге өте бай, әсіресе қанасыздыққа өте жақсы көмектеседі. Сондықтан да тамақтану рациондарыңызға дәл осы қызылшаны көбіректе қоссаңыздар болады. Міне барлық қызылшаларымызды теркіден өткізіп алдық. Енді бізге аздап грек жаңғағы керек болады. Грек жаңғағын да ұсақтап турап аламыз. Грек жаңғағын білесіздер, өте пайдалы біздің ағзамызға. Жақсылап ұсақтап туралған грек жаңғағымызды қызылшамыздың үстіне саламыз. Енді үйде бар мүйіз саламыз, қара мүйіз қоссаңыздар да болады, және асқабақтың дәнін саласыздар. Барлық заттарымызды салып алдық. Енді зәйтүн майын құямыз үстіне, біраз қасық толтырып, аздап тұз саламыз татымына қарай. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Өте дәмді салат, дәрумендердің қайнар көзі дәл осы салат. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Балаларыңыз сондай сүйсініп жейтін салаттардың бірі болады. Міне біздің салатымыз дайын, ыдысымызға саламыз. Осымен біздің бірінші салатымыз дайын. Енді сіздерге екінші салаттың жасалу жолын көрсетемін. Екінші салатымызды жасау үшін бізге көкпияз керек болады. Көкпиязымызды жақсылап турап аламыз. Кез келген өздеріңіз ұнататын ас көктерді қолдана берсеңіздер болады. Енді 2 дана қызылшамызды жақсылап теркіден өткізіп аламыз. Бұл салатта да қызылша піскен қызылша керек бізге. Міне біздің қызылшаларымызды өткізіп алдық. Енді бізге квашеный капуста керек. Енді оның үстіне туралған ас көктеріңізді саласыздар. Ешқандай тұз қоспаймыз. Енді оның үстіне біраз қасық зәйтүн майын құямыз және жақсылап араластырамыз. Бұл салат әсіресе өті толған жандарға өте жақсы көмектеседі. Егерде іштеріңіз қатып жүрген болса, дәл осы салатты көбіректе ұсынсаңыздар болады. Салаттарымызды жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын. Қараңыздар, түрінің өзі қандай әдемі болып шықты. Ешқандай майонез қоспай, ағзамызға өте пайдалы салаттар дайын болды. Ыдысымызға салып аламыз салаттарымызды. Дайын болған салаттарымызды дастарханымызға қойсақ болады. Қараңыздар, түрінің өзі қандай тәбетті ашатын салаттарымыз дайын болды. Бар болғаны 2-3 дана қызылшадан дәл осындай өте дәмді әрі ағзаларыңызға пайдалы салат дайындайтын боласыздар. Құрметті көрермендер, егерде менің видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.